Сәлем достар, бүгін стереометрияның бір есебін шығарып көрейік. Есептің деңгейі орташа. Есепті шығармас бұрын YouTube арнамызға жазылып алыңдар, Instagram парақшамызға тіркеліп алыңдар. Жалпы біздер мына YouTube арнада қарастыратын математиканың есептерінің деңгейі орташадан жоғары. Сондықтан математикалық базаларың, азғантай ғана базаларың болса, жалпы есепті түсініп ары қарай алып кете аласыңдар. Арнамызда одан бөлек мини курстар бар. Соны тегін қарап шықсаңдар болады. Геометриядан 3 сағаттық үшбұрыштарға арналған 3 сағаттық курсымыз бар, соны қарап шықсаңдар болады. Оған қосымша үй тапсырмалары бар, соны қарап көріңдер. Жалпы қандай сұрақтарың, ұсыныстарың бар, сендер комментарийға жазып кетіңдер, біздер қуана-қуана оны қараймыз, міндетті түрде жауап береміз. Сонымен есеп. Кубқа іштей сызылған цилиндрдің көлемі 16 пиге тең, осы кубқа сырттай сызылған шардың көлемін табыңыз. Есепті бірнеше рет оқып алыңдар, ішінде қандай фигуралар бар екен. Жалпы геометрияда дұрыс салынған фигура, сурет, ол есептің жартысы шешілгенмен тең. Сонымен куб бар бізде, цилиндр бар және шар бар. Кубтың ішінде цилиндр бар. Мына көкпен куб сызылған, ішінде мына штрихталған цилиндр. Бұл жерде бір нәрсені білу керек. Ол мына цилиндрдің биіктігі және шардың қыры екеуі тең. Сосын фигураның, цилиндрдің табаны ол дөңгелек. Мына үстіңгі табаны, мына астыңғы табаны болады. Сосын мына төбесінен қарасақ, мына жерде қырларына тиіп тұрады. 4 қырына тиіп тұрады, 4 қабырғасына. Дөңгелек. Мына жерде де қарасаңдар болады. Ол ереже бойынша солай дұрыс салыну керек. Сосын сырттай сызылған шар, ол мына кубтың қырлары. Кубтың әрбір төбесі шарға тиіп тұру керек. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 мұның барлығы тиіп тұр деп түсіну керек. Және мына жанынан қарасақ, сурет былай болады. Тағы да шеңбер, мына шар, ол көкпен сызылған куб болады, және мына штрихталған цилиндр. Мына шардың центрі. Мына жерде шардың центрі мынау болады. Осы нәрселерді түсініп алайық. Ал енді формулаларға көшейік. Алдымен цилиндрден бастайық, өйткені цилиндрдің көлемі 16 пиге тең деп бізге берілген. Цилиндрдің көлемі В цилиндр деп қоямыз. Бұл мына табаны, шеңбер, дөңгелек. Осыны біздер мына биіктігіне H-ға көбейтеміз. S табан көбейтілген биіктік. Ал енді табаны ол не? Дөңгелек. Дөңгелектің ауданын қалай есептейміз? Ол үшін біздер радиусты білуіміз керек. Пи r квадрат болады ауданы, және көбейтілген h. Радиусты біздер былай істейік. Мына табанның центрі, сосын мына жаңағы жанап тұрған, тиіп тұрған жеріне дейін түзу жүргізсек, ол радиус болады. Егер оны ары қарай тағы да жалғастырсақ, мына тиіп тұрған жеріне тағы да радиус болады. Ол диаметрия. Сонымен радиус, екі радиусы, оны дұрыс түсінсек, мына жерде мына қырына тең ғой кубтың. Сонда не болып тұр бізде? 2 радиус мына кубтың қырына тең болып тұр. Байқасаңдар, міне 2 радиус, мына қыры. Екеуі тең. Сонда мына жерге мынандай теңдік пайда болады. Енді бұл жерден бізде радиусты шығарып алайық қазір. Радиус неге тең болады? Ол h бөлінген 2-ге тең болады. Сонда мына жердегі мына радиустың орнына мына формуланы жалғастыратын болсақ, пи көбейтілген h бөлінген 2-ның квадраты деп жазамыз мына жерге. Көбейтілген h. Мына радиустың орнына біздер мына формуланы қойдық қазір шығарып алған. Енді ары қарай жалғастырайық. Пи көбейтілген h-тың квадраты h квадрат, 2-ның квадраты 4 көбейтілген h тең. h квадрат көбейтілген h ол h куб болады. Алдында пи және барлығын 4-ке бөлеміз. Сонда мына жерге мен тағы да жазып қояйын. Цилиндрдің формуласы бізде соңғы түрі былай болады. Пи көбейтілген h куб бөлінген 4. Енді мына цилиндрдің көлемі бізде 16 пиге тең. Оның орнына 16 пиді қоямыз. Тең болады. Пи h куб бөлінген 4. Екі жағында пи қысқарады. Сосын теңдіктің екі жағында біздер бірдей санға көбейте аламыз. 4-ке көбейтейік. Мына 4-тер қысқарып кетеді сонда. 4-ке 16-ны көбейтсек, 64 тең h куб болады. Енді 64 қандай санның кубы? 4-тің кубы. Сонда h неге тең болып тұр? 4-ке тең болып тұр.
Сонда цилиндрдің биіктігі мына кубтың қырлары 4-ке тең екен. Жақсы. Бұны біздер тауып алдық. Бірақ біздің мақсат ол шардың көлемін табу. Шардың формуласын жазайық енді, көлемінің формуласы. В шар деп қояйық. В шар 3-тен 4 пи радиус куб. Байқасаңдар, мына жерде мен кіші r мен табанның радиусын белгіледім да, үлкен r мен шардың радиусын белгілеп қойдым. Сосын мына жерден қазір радиусты біздер жүргізейік. Мына жер тиіп тұр дедік біздер төбесі. Мына шардың центрі. Міне радиус болады. Егер ол радиусты біздер мына төбесін жалғастыратын болсақ, тағы да бір радиус жүргізетін болсақ, онда ол кубтың диагоналі болып кетеді. Кубтың диагоналі болады. Мен d деп қояйын. Бұл жерде айта кететін бір нәрсе бар. Мынандай бір кішігірім формуламен сендер таныстырып кетейін. Егер мынандай квадраттың қабырғасы а деп белгілейтін болсақ, оның диагоналі Пифагор теоремасы арқылы тапсаңдар, мысалы а түбірасты 2-ге тең болады. Егер мынандай куб берілетін болса, куб, оның да мына қырлардың биіктігі, ені, ұзындығы бәрі тең ғой, а деп белгілейміз да, оның диагоналі d деп қояйық онда, d тең а түбірасты 3-ге тең болады. Онда Пифагор теоремасы арқылы оп-оңай тауып алсаңдар болады. А түбірасты 3-ге тең. Мына дайын формула, осыны есте сақтап жүрсеңдер болады. Мына формуламен қоршап қояйын. Мына жерде бізге қандай пайдасы бар оның? Қырларын білеміз, кубтың 4-ке тең барлығы, яғни мына а 4-ке тең болып тұр бізде. Сонда біздер кубтың диагоналін таба аламыз қазір мына d-ны. Мен мына жерге жазайын. Так, мына шардың формуласы, мына жерге қоршап қояйық, қазір керек болады бізге. Мына формуланы ары қарай жалғастырайық. Диагональ тең 4 түбірасты 3. Кубтың диагоналі 4 түбірасты 3-ке тең екен. Ол бір жағынан. Екінші жағынан біздер айттық, диагональ ол 2 радиусқа тең. Сонда біздер мына жерге қазір 2r деп қойсақ болатыны диагональдің орнына. Тең 4 түбірасты 3 дейміз. Сосын радиусты табу үшін екі жағында 2-ге қысқартып жібереміз. Сонда 2-лер қысқарады, радиус тең, мына 2 мен 4 қысқарады, 2 түбірасты 3-ке тең. Сонда біздер шардың радиусын тауып алдық, ол 2 түбірасты 3-ке тең. Олай болатын болса, біздер ол радиусты аламыз да мына формулаға қоямыз, сөйтіп шардың радиусын тауып аламыз. Сонда v шар тең 3-тен 4 пи көбейтілген 2 түбірасты 3-тің кубы тең. Енді ары қарай тек есептеу ғана қалды. Сондықтан 3-тен 4 пи көбейтілген 2-нің кубы 8 болады, ал түбірасты 3-тің кубы ол түбірасты 27. Енді 27-ні мен 9 көбейту 3 деп қояйын. Ары қарай 3-тен мына 4 пен 8-ді бірден көбейте салайық, ол 32 пи деп мен жерге жазып қоям. Сосын 9 түбірастынан 3 болып шығады, ал мына түбірасты 3 қалып қояды. 3 пен 3 қысқарады да, сонда соңғы жауап 32 пи түбірасты 3. Міне, осындай болады жауап. Шардың көлемі 32 пи түбірасты 3-ке тең болады. Бұл стереометриялық есеп, достар, осылай шығады. Сұрақтарың болса, комментарийға жазып кетіңдер, пікір қалдырып кетіңдер.